Бүгін сіздер біздің Оралхан Бөкей кітапханасына ұлттық спорттық ойынына келіп тұрсыздар. Көріп тұрсыздар, міне балалар келіп жатыр, үлкен кісілер ұйым-ұйыммен, ұжым-ұжыммен келіп жатыр. Ол кісілерге біз өзіміздің ойындарды көрсетіп жатырмыз, ол үйретіп жатырмыз, ол асық атудан бастап тұрғаным, оның бір ерекшелігі бар. Өйткені біз VR студиямыз болғаннан кейін VR ойын ұйымдастырдық. Ол біздің өзіміздің клубқа келіп жүрген балалар жасады VR ойыны. Өйткені мына жақта оларға қызығушылық жасап тұрмыз, сөйтіп мына жақта офлайн ойнап жатса, мына жақта виртуалды ойын жүріп жатыр. Енді келесі ұмытылып бара жатқан ойынымыз ләңгіні ойнатып үйретіп жатырмыз. Келесі бөлімде тоғызқұмалақ ең сүйікті ойын. Абай бәрімізге ол дәлел, Абай атамыздың ойыны.